күнделікті өмірді білу керек, ауылдың өмірін білу керек, қаланың өмірін білу керек актерға. Әр адамның қасиетін білу керек, жақсылықты білу керек, жамандықты білу керек. Осы актерға көп нәрсені білу керек. Ол әртүрлі адамды ойнайды. Бірде ЦК-ның секретары ойнаса, екіншіде дворникті ойнауы мүмкін. Сондықтан жаңағы химия, физик білімдеріне, математик, сондай өнер адамын ойлауы мүмкін, саясаткерді ойнауы мүмкін. Соның бәрін білу керек қой, короче говоря. Мен соттың рөлін ойнадым бірнеде фильмде. Соны көп нәрсені архивтен қарап, соларды соттағанда соңғы барып, көріп, білу керек. Өйтпесе, соттың рөлін бұлай отырып бір нәрсе деп айта салу, бір жағынан ұятқа қалуы мүмкін. Бірден сарт ете қалғанымыз жоқ. Өмірдің жаңағы қиын қыстау жолдары